сіздер сақалды ұнатпағандарыңыз, Абайды ұнатпағандарыңыз деп келесіздер. Сақалдың ұнамағаны Махамбет секілді сұсты, Исатай сынды, Сырым сынды, Аққанберлі, Қазтуған, Шыңғожа, Шалгиіз, осыларды ұнатпағандарыңыз деп ойлайтын болсаңыздар, сақал сіздерге өзін-өзіңіз ұнап жүр. Ырымға сақалсыз адам таппайсыз. Ата бабамыздың бәрі қойған сақалда. Әлемдік тұлғаға айланған біздің бабаларымыз, ол Абай болсын, ол Шәкәрім болсын, ол Ыбырай болсын, ол кешегі Майлықожа, Құлыншақ болсын, оларды бірінші атасы тізесінде ауызашар сәресіде отырып алғашқы информацияларды беретін болған. Сөйтіп ол көз алдында атасының сақалымен ойнап отырып бала өсетін болған. Сақал мұсылманның түрі, еркектің сұлулығы. Иә, сұлулық және еркектің еркектігі. Ешкі малында да еркегіне сақал шығады текеге, ешкінің енді саулығына шықпайды. Ал енді жас кезінде шыбыштан аса берген кезде, егерде піштіріп тастайтын болса, серкенің сақал өсу процесі тоқталады. Сақал біздің дәстүрімізде, ата-бабаларымызда келіп жатқан нәрсе. Ол біреудің сақалына қарап қорқудың қажеті жоқ. Одан қайта көшеде жалаңаш жүрген қыздардан қорқайық. Бізде Ханафи мазхабының ғалымдарының ішінде екі түрлі пікір бар деді. Біреуі сунна деген сақал қоюды, екінші пікір уәжіп деген дейді. Сол шариғаттың заңының ішіне фих мәселесінде айтады, сақалы жоқ адам саптың артына таяу балалардың сабында тұрсын деп айтады. Мына жақтағы еркектердің ойын бұзбас үшін дейді. Жанымда әйел тұрып қалмады ма деп ойламас үшін. Сақал өсірдім мен ұқсап бабама, төле Әйтеке мен Қазбек бабама, Абылайды ханымде сақал бар ғой бәрінде, Абайда Шәкәрімде. Мейлі араб деп айтсын сара қыз, қазақ боп мәңгі қаламыз, сақалды барлық бабамыз. Мейлі бетіне өтсін жүндерім, намазбен өтсін түндерім, мен қазағыммен біргемін. Шапалақ қайда мейлі, дін ислам менің діңгегім, патшама қарсы үрмедім, мен Нұр Отанмен біргемін.